Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылу берілудің түрлері, жылу өткізгіштік, конвекция, сәуле шығару. Сабағымыздың негізгі мақсаты балалар жылу берілудің түрлерін білу, жылу өткізгіштік, конвекция және сәуле шығару түрлерін бір-бірімен салыстыру. Мына сұраққа жауап беріп көрейік балалар. Суық күні қатар жатқан мата мен металл шыбықты қолдарымен ұстайсыңдар. Олардың температуралары бірдей болғанмен матаға қарағанда металдың әлде қайда салқын екенін сезесіңдер. Не себепті металл салқындау көрінеді деп ойлайсыңдар балалар? Яғни балалар, температуралары әртүрлі денелерді бір-бірімен түйістірген кезде жылу алмасу, яғни жылу берілу орын алады. Нәтижесінде денелер арасында жылулық тепе-теңдік орнығады. Жылу берілу ішкі энергияны өзгерту тәсілдерінің бірі болып табылады. Бұл жағдайда температурасы жоғары дененің ішкі энергиясы механикалық жұмыс жасамай-ақ, салқынырақ дененің ішкі энергиясына ауысады. Яғни жылу берілудің балалар 3 түрі бар екен. Жылу өткізгіштік, конвекция және сәуле шығару. Бұлардың барлығының өзіндік ерекшеліктері бар, бірақ бұлардың барлығының бірдей ұқсастықтары бар екен. Яғни жылу температурасы қаттырақ қыздырылған бөлігінен дененің азырақ қыздырылған бөлігіне қарай бір бағытта ауысады екен үшеуінде де. Жылу өткізгіштік дегеніміз ол қатты денелерде, сұйықтарда, газдарда байқалатын құбылыс екен. Конвекция құбылысы сұйықтар мен газдарда байқалады. Сәуле шығару ол ортаны қажет етпейді. Жылу өткізгіштік дегеніміз дененің көбірек қызған бөлігінен азырақ қызған бөлігіне энергияның берілуі. Жылу өткізгіштіктің негізгі ерекшелігі ол вакуумде жылу өткізгіштік болмайтындығы. Яғни вакуум дегенді барлығымыз білеміз, ауасы таратылған орта. Жылу өткізгіштік құбылысы нашар байқалады сұйықтар мен газдарда. Ал өте жақсы байқалады металдарда, олардың ерітінділерінде және қатты денелерде. Жылу өткізгіштік құбылысы өте жақсы байқалады екен. Жылу өткізгіштік процесінде зат емес энергия тасымалданады балалар. Бұны әрдайым есімізде сақтаймыз. Мына жерде суретте әртүрлі денелердің жылу өткізгіштіктері көрсетілген. Қоршаған ортадағы жылу өткізгіштікке тоқталайық балалар. Мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Сыйымдылығы бірдей алюминий мен ағаш ыдысқа ыстық су құйылды. Қай ыдыс су температурасын лезде қабылдайды? Жауап беріп көреміз. Қысты күні аязда құстар неге бүрісіп ұйықтайды? Қандай шәйнекте су тез қайнайды? Жаңа шәйнекте ме, әлде ішіне қақ тұрған шәйнекте ме? Қандай аяқ киімнен аяқ мұздайды? Тар немесе кең? Осы сұрақтардың барлығына балалар жылу өткізгіштік құбылысын негізге ала отырып жауап береміз. Енді балалар конвекция құбылысына тоқталайық. Конвекция құбылысы дегеніміз ол сұйықтың немесе газдың ағысы арқылы энергияның тасымалдануы барысында пайда болатын, орындалатын процесс екен. Конвекция құбылысы қатты денелерде және вакуумде байқалмайды екен. Яғни конвекция құбылысына бірден бір мысал балалар мына бөлмедегі батарея арқылы жылудың таралуы. Яғни мына жерде бағыттарды көріп тұрсыңдар, жылу төменнен жоғарыға қарай, одан кейін қайтадан төменге қарай осылай жылу алмасу процесі болады екен. Табиғаттағы конвекция құбылысы суретте нақты көрсетілген. Сәуле шығаруға тоқталайық балалар. Сәуле шығару құбылысы дегеніміз электромагниттік толқындар көмегімен бір денеден екінші денеге энергияның берілу процесі. Сәуле шығару құбылысының негізгі ерекшелігі вакуум арқылы да таралады. Әртүрлі денелер жылуды түрліше жұтады. Дененің температурасы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым сәуле жоғары шығарылады екен. Денелердің сәулені жұтуы. Яғни қара денелер, кедір-бұдыр беттер, қара күйе, сажа, олар сәулені өте жақсы қабылдайды екен.
Ал нашар қабылдайтын денелерге ақ денелер, жылтыр беттер, айналық беттер жатады екен. Енді балалар, мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. От жанындағы жылынып отырған адамға жылу қалай беріледі? Осы жаңағы жылу өткізгіштік, конвекция, сәуле шығару, осы үш түрінің қайсы арқылы жылу беріледі екен? Қатты қызған үтіктен жылу қандай тәсілмен шығарылады? Балалар, осы сұрақтарға жауап беріп көреміз. Үйге тапсырма. Үйде, далада немесе транспортта болғанда қандай заттар қолмен ұстағанда салқынырақ болатынын тексеріп көріңдер. Олардың жылу өткізгіштігі туралы не айтатындарыңды ойланыңдар. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.